Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 133 сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Білім еліне саяхат. Күрделі сөздер. Оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықтаймын. Күрделі сөздерді ажыратамын. 69-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Ең қасиетті жеміс. Бір адамның 3 ұлы болыпты. Бір күні ол балаларын шақырып алып, әрқайсысына бір қап алтын беремін. Жолға шығындарда ел кезіп, ең қымбат жемісті тауып әкеліңдер дейді. 3 ұлы алтын салынған 3 қапты арқалап алып, ең қымбат жемісті іздеуге жолға шығады. 3 жылдан кейін үшеуі де әкесіне қайтып келеді. Қане, ең қымбат жемісті таптың ба деп әкесі үлкен ұлына қарайды. Әкем, мен сізге уылжып піскен асықтай ірі жүзімдер алып келдім. Жемістердің ішінде ең тәуірі осы жүзім дейді. Ұлы, жақсы жеміс әкеліпсің, ұлым дейді әкесі. Ал сен не таптың деп ортаншы ұлынан сұрайды. Әке, мен де оңтүстіктегі елдерге барып, біздің жақта өспейтін әрі сирек кездесетін жемістер сатып алдым. Міне әкелгендерім, ұнағанын таңдап алыңыз дейді. Дұрыс істеген екенсің, ұлым. Бәрі де жақсы жемістер. Ішінен біреуін таңдап алармын дейді әкесі. Енді кенже ұлына бұрылып, ал ұлым, сен не әкелдің маған? Қолында ешқандай жеміс жоқ сияқты ғой. Дұрыс айтасыз әке, мен құр қайттым. Өзіңіз берген ақшаңызды қымбат жеміс сатып алуға жұмсамадым. Оқуға түстім. 3 жыл сабақ алдым. Бірақ жинаған жемістерім көзге көрінбейді. Себебі олар жүрегім мен ойыма ұялады. Ең қымбат жеміс осы ғой деген тұжырымға келдім әке дейді. Бұл сөзді естігенде әкесінің қуанышы қойнына сыймай, сен маған ең қымбат жеміс әкелдің ұлым. Сенімімді ақтап, сыйлауға тұрарлық балам болдың. Жер бетінде білімнен артық асыл жеміс жоқ дейді. Мәтіннің атауы мазмұнына сай келе ме? Ол тақырыптың қысқаша атауы ма әлде негізгі ойдың атауы ма? Мәтіннің атауы мазмұнына сай келеді. Негізгі ойдың атауы. Мәтінде негізгі ойды тұжырымда. Негізгі ой білімнің құндылығы. Мәтіннің мазмұнына сай келетін мақал мәтелді айт. Білім ізденуші ағаш секілді. Ал алған білімі оның жемісі деген нақыл сөз сәйкес келеді. 70-ші жаттығу. Мақал мәтелді көркемдеп жаз. Күш білімде білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Ақыл аспайды, білім тозбайды. Мақал мәтелдердің мағынасын түсіндір. Күш білімде дегеніміз белгілі бағытта арнаулы біліміңіз болса, кез келген істің оңай шешімін таба аласыз. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар дегеніміз күш көрсетіп бір адамды ғана жеңе алсаңыз, біліміңізді қолданып көптеген адамдарға пайдалы болып, әрі құрметке ие боласыз. Ақыл азбайды, білім тозбайды дегеніміз ақыл мен білім толығып жылдан жылға құнды бола бастайды. 71-ші жаттығу. Сөз тіркестерін бір бөлек, күрделі сөздерді бір бөлек топтастыр. Серуенге шығып, қалың орман, 150, атана, бір қазан, жүйрік ат, күні түні, ақбөкен, менің досым сөздері берілген. Күрделі сөздің сөз тіркесінен өзгешелігін түсіндір. Сөз тіркесі. Серуенге шығу, қалың орман, жүйрік ат, менің досым. Күрделі сөз 150, атана, бір қазан, күні түні, ақбөкен сөздері. Күрделі сөздер екі сөзден тұрып бір мағынаны береді. Сөз тіркесі толық мағыналық, екі немесе одан да көп сөздердің тұлғалық әрі мағыналық жағынан байланысын айтамыз. 72-ші жаттығу. Күрделі сөздерді түріне қарай топтастырып, көшіріп жаз. Бұл сөздер неліктен күрделі сөз деп аталады? Күрделі сөздердің мағынасын түсіндір. Кейбіреуімен сөйлемдер құра. Біріккен сөз, айна бұлақ, өнеркәсіп, бозторғай. Қос сөз, жан жануар, биік, ар ұят. Тіркескен сөз, асық жілік, ащы ішек, 15. Бұл сөздердің күрделі сөздер деп аталу себебі қосарлану, тіркесу, бірігу арқылы жасалады. Шығармашылық үзіліс. 73-ші жаттығу. Ойлан тап ойыны. Мақпал 4 сөзден құралған бір сөйлем ойлап жазыпты. Бастаушы қазақ ақынның аты, келесісі кәрі сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөз. Үшіншісі білім сөзімен қосарлана айтылатын сөз, ал баяндаушы үндеді сөзімен мәндес. Мақпалдың сөйлемін жазып, күрделі сөздің астын сыз. Абай жастарды оқу білімге шақырды. Күрделі сөз, оқу білім. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды бірінші болып көру үшін арнамызға міндетті түрде жазылып ал.